Қайырлы кеш, қазақ елі, ассалаумағалейкум. Алдыңғы болған темаге соны жалғастырайық. Бір әйел деген барып, полицияға барып, жалып жасаған, осылай емшілерге осы 1,5 миллион ақша төледім. Ол торговый центрге шақырды, жұмыс істейтін жерге, сол жерде ақшаны беріп қойдым. Жол ашып берем, әлем деп бірдеме нетіп. Енді соған айтатын былай еще айтқан, кімге барған, психологке бардым деп. Ең бірінші мен сіздерге айтайын, психолог пен психотерапевт ол айырмашылығы көп. Анау бөлек, мекеме дейік те бөлек, оны оқуда бөлек, бәрі. Психотерапевтікі бөлек. Мен академияда оқыдым, Асфандиярова. Алматыдағы Асфандиярова академия. 4 жылда 8 ай ғой сол. Енді мен айтарым былай. Егер сен сондайға барып тұрсаң, ешкім сен жетектеп апарған жоқ. 1,5 миллион деген сен қалай сояққа беріп тұрсың? Алдынан кім екенін, құжаттарын көріп, кімге барасың сен білу керексің ғой. Емшіге беріп нетті. Сонда емшіге дегенде солай қалай бол деген. Бәрі сол өзін бүлдірген бәрі деген, бәрі емшіге тиеді. Қазір мына депутаттарға нелерге бірдеме қазір тек қана штраф салу нету, тек тема керек қой, тема. Бәріне тиеді. Соның ішінде виноваты да бар, виноват. Психологқа қазір деген міне, мына российский школа Петрова бар. Баяғыдан келатқандар. Олар қазір жабылды, бірақ біздің Қазақстанда мынаяқта солардың сертификаттарын сатып жатыр. Ақша жасап жатыр бәрін. Бұрын 30 мың болды теңгемен, қазір деген 500-ден, 300-ден, 800-ден әртүрлі алып жатыр. 16 жыл емші болдым дейік, қазір деген космонавт болып отырып ал еще оқытам етем дейді. Сен қалай оқытасың, өзің ана сертификатты өзің сатып алдың. Тек тілмен немен ұрып отыр ғой, болды, құлақпен теуіп болды. Ешқандай ештемесі жоқ. Тілге шебер болды. Ана алдындағы айтты подружкасы, бетесін сүйке бер, ақшасы дей бер. Сосын алата бір пашканы сертификатты береді, мынаны сатасың, жасайсың дейді. Ал артығын өзіңе қалдырасың, мына бағаны маған бересің дейді. Мынаны сатып бересің дейді. Болды. Тап адамды қалай болса не ана сатты. Содан айтады ғой, емшілер қазір мыналар көбейіп кетті деп. Қалай көбеймесін, мына жақтан сатып атқасын солай. Дым оқымайды, мен күнге барып оқып нетіп жатыр ма? Жоқ. Кім оны сабақ, қаятағы ұстаз? Ешқандай ештеме, закрепленный ештемесі де жоқ, бәрінде нетіп жатыр. Психотерапевт деген ол бөлек. Психотерапевт қазір міне нететін шегетін ба, оған наркология тапсыруға болады. Печаты бар, ЭПСі бар, бәрі бар. Допустим, менікі, по охране здоровья, ипім бар. Баяғыдан келатыр. Содан қазір бірдеме болса, тапсырасын жасайсың. Енді ауыратын болса, ана психотропный нелер бәрін керегінде по рецепті бәрін аптектен ұлшатын бар. Болады. Беруге, жазып беруге. Аптектен дәрі алып беруге болады. Қазір қатты ауырып тұрғанға дәрі алып беруге болады. Уколға укол салып беруге болады. Сонда қараңыз, аналардыңқы қалай, мына жақтықы қалай. Алдына көріп алсаңдар, анау деген просто сертификат, ештемесі жоқ. Бұрын бір деген маған звондаған психологпын деп. Психолог болсаң, кәне документің жіберші деп маған нетіп. Оны нағыласы, жіберші, менен қара жіберем нетіп. Қайда оқыдың неткен деп.
А менің курсы прошла дейді. Мә, саған курсы, ал. Трехнедельный курсы ғой. Онда бір жетіде болмайды. Артынан, ладно, все я знаю, бол, тілің бар, басыңаны істей бересің, мынаны сатып бересің, мына осындай бағамен сатып бересің де, ана бағаны маған бересің дейді. Болды, қалған сенікі дейді. Болды, бар жұмыс істе дейді. Ал, сол. Адамдар жинайды, неден бәрін жасап сөйтіп болды. Қазір отыр, пожалуйста, ал, интернетте отыр, басып бол. Ал, тиктокта. Соны ғой қазір деген алда ананы тексеретін орган деген қарап жібер, оның ештемесі жоқ қой оның. Кроме мына сертификат, там Гүлназ берген сертификаттарды бәрі жасай бер деп. Болды. Ал, мен ұстазым деп нетіп қоя. Қайдағы ұстазсың? Ал, алдынан біліп алыңдар. 4 жыл, 6 жыл оқыған, 5 жыл бар оқығандар психологқа. Олар деген білет өзін жұмыстарын. Психологта, оларда жамандауы болмайды. Нетуге, солай ол деген. Олда мына айырмашылық мына емшінің ішінде бар ғой. Біреу сынықшы, ал біреу емші, ал. Солай. Бәріне алдынан біліп алу керек. 1,5 миллион бердім, мен солай ештеме болған жоқ, кетіп қалды, нетіп қалды. Ана адамдар айтып жатыр ғой, Кентауда былтыр деген, 1 миллион ана ДЦП-мен ауыратын балаға 1 миллион бердік, бір күнде анан болды, өткізіп береміз аппараттан, бір күнде шауып кетеді. Ол қалай оған сенуге болады? Қалай? Ал хануистер, өзі айтып отырып кетіп қалды, 1 миллион ақша кетті дейді. Ол миллион ғой сен деген тырнап жинап неттің солай. Алдынан қарап алыңыз, біліп алыңыз бәрінде. Мұқият болыңыз. Керек болса менің нөмірімді білесіңдер, звондаңыз, жол ашып беруге ма, ауру нетуге ма, онлайн ауруды нетуге. Адамдар мен тіркеліп нетіп жатыр ғой, ем алып жатыр. Жаңа Кентау деп жатса, Кентаудікіден кеше ғана ем алып жатыр ғой менен. Мына 2-3 Петропавлдікілер алып жатыр. Сөйтіп жасау керек қой, алдынан біліп алу керек, кімге баруға, кімге нетуге бәрін. Мен 7 жыл, үйреттім, болды, массажға да үйреттім, бәріне де, бионерготерапевтпін, соған да үйретіп, бәріне еттім. Өзім қасиетім бар. Солда қасиет ол аз бар, оқыдым оның үстіне. Қасиетім бар дейсің, анатомияды білмейсің, физиологияны білмейсің. Ол қалай болды? Гнойный заболеванияларды білмейсің. Қай жерде, қай жақта бауыр тұр, қай жақта талақ екенін білмейсің. Ол емші болады ма ол деген? Талақ деген не екенін білмейді. Сол ма? Қасиетім бар, мен көрем, нетем болды. Құмалақ ашып берем, бәрін жасап берем. Мәс саған. Құмалақ ашып берем, ол бөлек қой ол деген. Совсем бөлек, вообще бөлек. Олды халық медицинаға нетеді ол. Ол бар, қасиет бар. Құмалақ ашатындар, кәрді ашатындар, көріппелі, оның бәрі қасиет. Бірақ білу керек қайсына баруға. Алдынан біліп алу керек адамды. Отзывын қарау жіберіңіз, интернетте постоянно істейтіндерін. Отзывын қарауыңыз. Ішінде бәрі бар ғой, оның ішінде, интернеттің ішінде. Қазір бәрінде грамотысыңдар. Бірдеме айтса қазір деген айтасыңдар, неге бұлай, неге бұлай. Бұлай сұрайсың, мамандығың кім сен? Мұнаны сұрап тұрсың, мұна бел ауырды сұрап тұрсың, мамандығың қалай, сен білесің ба деп. Гипузы деген кім ол? Протрузис деген не ол, не зат ол? Білмейді, бел ауырады. Сонда сен кімнен нетіп тұрсың, соның бәрін де білу керек, алдынан біліп алу керек. Баяғыда бір терапевт не еткен, ана поликлиникаде орсын етіп, жай келеді ғой, тексеріп, біліп, қандай емші екенін біледі ма, білмейді ма деп. Сөйтіп жайлап сұрақ жасайды ғой. Соған жауап берсең, тек аузына тек айтып атқанда жатысынан тек бәрін, алда тек сөзін қиып жіберді, бәрін жасылап тұрып, айтып берсі ауруды, анатомияның бәрін, неврология бүгін, бәрін айтып берді. Пожалуйста, сразу білет, мына кісі білет. Мына емші деген білімі бар дейді, қасиеті бар емші дейді, сразу сене қояды. Алдынан біліп алыңдар,
1,5 milyon berin деген soğan men etkenim al. Kişi ne передача verdik koy berin dedi al. Sonda kebir jerde түсініктеме болмады түсінбейді dedi. Солай, ал керек болса звондаңыз, мен деген былай нете алмаймын, айтқан сөздерге, неге оны көзім деген нашар көреді. WhatsApp'пен шығып, нөмірмен звондап, бәрін жасаңыз, телефонда неде нөмірлер бар, ал кіріңіз, ал аты жөнді нетіндерге, кіре қойып, ішінде бәрін керек болса, бәрі бар соның ішінде. Бүкіл документтер де бар, жұмыс істеген нелер де бар, бәрін содан білесіңдер. Ал өзімнің ИП-м бар, ал баяғыдан бері налоговыйда тіркелген, ал баяғыдан бері, ал охране здоровья, по охране здоровья сол менде, ал сөйтіңдер, аман сау болыңыз, ал ауырмайсыз, құнамаңыз, үйленуге қуаныш болыңыз, ал ақшаларын тырнақтанып жинай беріңдер, ал бақыт мол болсын, денсаулықтарың жақсы болсын, ал алдыңыздағы мына майдағы мына мейрамдарымыздың жақындап қалды, ал бәріңізге қуаныш болсын, ал мына су денеден бәрін аман қалыңдар, ал қорадағы мал аман болсын. Мал аман болса, қоралар аман болса, онда бәрі жақсы болады. Аман сау болыңыз.